Ассалаумағалейкум рахматуллахи баракатух. Қазақтар, әсіресе қызылорданың қазақтары, ауыл жердің мекендері, Нағиля, Шіркейлі ауылы, Ақжарма, 3-ші интернационал, Қармақшыдағы. Сіздерге айтатындарым, Абзал компания сіздердің жерлеріңізді пайлар дейді, пай дейді, жалға алып егін егіп жатса, соның пайдасынан 100%-дан 30%-ын сіздерге ақшалай төлеу керек. Соны талап етіңіздер. Шөптей емес, күріштей емес, ақшалай талап етіңіздер. Өйткені бұлар ақша жоқ деп жылай береді. Бір-бірімен жаңа мақтанғанда кездескенде, ойбай, миллиардым бар, анауым бар деп қатты мақтанады бұлар. Бұлар шетелде қал жағдайларын жасап тастаған. Бір 2-3 паспорттардан бар шетелдің бұлардың. Бұлар қорқақ, қазір өздерінің көлеңкелерінен қорқады. Халық сендерден қорқады бұлар. Бұлар Құдайдан қорқпайды, бірақ халықпен жаңағы халықтың сіздердің ашуларынан қорқады олар. Сосын жаңағы бұлар дүниеқор, қоңыз бұлар. Дүние қоңыздар бұлар. Асылдан, Абай Дәулет, Марат Сәрсенбаев, Абзал, баласы анау Алқаш, кім анау, Мағжан, депутаттыққа да сайланды. Ненің күшімен дейсіздер, сол әкесінің жаңағы ақшасының арқасында ол жүрген. Ночной клубтан шықпайды ол. Халықтың бір қал жағдайын жасап отқан жоқ ол. Халықтың мұнын тыңдап отқан жоқ. Ешқандай да. Жанашыр емес олар. Сондайлар неғып өтеді, неғып өткізеді үкіметтің, соны таңғаламын мен. Біздің үкімет. Сонда солардан бір ақшасына бола жаңағы депутаттыққа сайлана бере ме? Әділетсіздік болып жүре бере ме сонда? Халық шамал ояныңдар. Бұлардың қарамағында жұмыс істемей ақ қойыңдар. Жұмыс істеген өзінде жаңа 30% жаңағы өздерінің ақыларын сұраңдар. Алмаған жылдардікінде сұраңдар, сотқа беріңдер. Осындай видео жаңа обращение жасаңыздар. Олар жаңа бір Қазақстанда жаңа бір қағаз жазып жаңағы ешнәрсе шеше алмайсыздар. Оны шешкен өзінде, жазған өзінде осындай видео обращение жасап маған жіберіңіздер. Мен жаңа WhatsApp нөмірімді жазам, соған маған жіберіңіздер. Мен жария қыламын. Қорықпаңыздар. Қайдағы бір жаңағы сараң байлардан қорқып отыра бересіңдер ме? Бастарыңды сұғып, төмен түсіріп, құл болып, Аллахтың құлы болыңдарсайшы, адамның құлы болғанша. Олар сіздерден жаман қорқады олар. Көлеңкелерінен қорқып жүр қазір. Кім қаяғынан келерін байқамай. Соны аңдып отыр олар. Дүниесін жаңа түні бойы жаңа санап, кім ешқандай жерден суырып алған жоқ па, ұрлаған жоқ па деп қорқып, жылап. Ана Сәрсенбаев Маратты білеміз. Былтыр қаңтар айында мен жаңа қарамағында жұмыс істедім, ескі переж жақта. Қарауылдықта жаңағы сменімде тұрғанда келді жылап бізге. Ойбай, халық жаман, көтеріліп жатыр, бүйтіп жатыр. Не жамандық көріп жатыр, жақсылық істеп жатырық қой дейді. Не жақсылық істеп жатсыңдар, Марат Сәрсенбаев сен? Көмектессең өзің туысқанына, бір-екі туысқанына үй салып берген шығарсың. Ана боқ тазалап жатқан жаңағы құлдарына айтамын мен. Бір комментарий жазып, Марат аға жақсы ғой деп, жақсылық істеп жатыр. Сен малын боғын, оның малын боғын тазалап жатсың сен. Сол ма жақсылығы? 70 000 теңгеге боғын тазалап жүре бер, құл болып. Сорлы неме. Ешек болып жүре бер. Ешек басының құлы болып, қодық болып. Сол мен айтарым жаңағы. Жаңағы айтарым тағы да кісілер, ағайындар, бұлардың үстіне арыз жаза беріңдер. Жаңағы расчетныйларын төлемеді ма, айлықтарын бермеді ма, аз қылып берді ма, пенсионный жаңағы аудармады ма, соның бәрін жазыңдар. Сосын мен налоговыйдың адамдарына айтатындарым. Бұл жаңағы Абай Дәулеттің ішінде черный кассасы деген бар, черный бухгалтерия. Жаңағы налогын төлемей, НДСін төлемей, пенсионын аудармаған талай адамдардың несі бар сол жерде жұмыс істеп жүрген. Заңсыз. Соны тексеріңіздер. Менің өзім жаңа 2 жыл жұмыс істедім, пенсионный фонд жаңа НДС аудармаған ешнәрсе. Тексеріңіздер. Сосын жаңа КМБ-ға, жаңағы ДВД-ға айтатын. Үстімнен арызданам деп айтып жатыр енді ана. Сәрсенбаев Марат, жаңа Абзал ика, Асылданның жаңа бастықтары. Қалай мен олардан арыз аласыңдар? Олардың өздері вахабист қой, заңсыз жүргендер. Марат Сәрсенбаев қаншама жаңа жігіттерді улап жаңағы вахабистікке тартып, сәләфиттікке. Талайын жаңағы Сирияға жіберді, қолдарына 300 000 теңге ақша беріп. Өліп кетті ал бишаралар.
ата аналары жана бала шағасы қалды жылап. Соларды енді қаралап жібердіңдер сендер. Қараңдарсайшы, бұлар елдің шіріктері, құндылықтары бұлар. Ешқандай елдің жаңа несін көтеріп отқан жоқ деңгейін. Елдің жаңағы несін авторитетін түсіріп отыр бұлар. Сол айтатыным. Арызды олардан берсін. Арызды не қыл деп бересіңдер, ей Марат Сәрсенбаев. Ей Нұрлан да. Жаңағы Асылданды. Ей Абзал, не қыл деп бересің? Абзал, сен не? Халықтың ақысын жеп жатырмын деп бересің ба? Наша егіп жатырмын деп бересің ба? Сол шындықты айтқан үшін бересің ба мені? Сәрсенбаев Марат, сен не қыл деп бересің? Менің жаңағы расчетныйымды бермедім деп бересің ба? КМБ-ға, ДБД-ға арызды? Сол үшін бересің ба? Бер ал. Ал ДБД, КМБ аласыңдар ма сондай арызды? Алыңдар. Дәл сөйтіп жазсын. Садыков Еркінбектің жаңағы еңбек ақысын бермедік деп. Сол үшін жаңағы деп. Ал көріңдер ал. Мен еңбек ақымды талап етіп отырмын мен. Сосын халықтың еңбек ақысын жемесін деп не естіп зарлап айтып отырмын мен. Естісін деп мына биліктегілер. Қазақстанда қандай ірін болып жүргендер осындай байбатшалардың. Маған да кедеймін деп қояды Меккеде жүріп ана Сәрсенбаев Марат. Өтірік алдап қасиетті Меккеде. Ол қандай мұсылман ол? Ол кафир ол. Кәпірдің кәпірі ол. Кәпірдің өзі үйтіп алдамайды. Сосын мен айтатын, жамағат, Запыттағы Мүсірәлі баба бармай-ақ қойыңдар ол мешітке. Ол жаңа харам ақшамен салынған мешіт ол. Мүсірәлі бабамен тіл тигізіп жатқан жоқпын. Ол жақсы кісі, ілімді кісі болған. Мен оған тиісіп жатқан жоқ. Ол мешіт қандай ақшаға салынғанын айтып отырмын сіздерге. Ақиқатты айтып отырмын. Ол мешітке барып ана Маратпен қол алыспаңдар. Қол алысқандардың өзінде жаңағы сіздерге жаман несі жұқып кетеді. Кафирлігі. Аластаңдар ондай адамды, алыс болыңдар. Бұлар өздерінің араларында қазір кездеседі. 10 шақты бір сәләфит, вахабиттер бар Қызылордада. Жаңағы бір-бірінің байлығымен қатын туралы айтады бұлар. Менде 3 қатын бар, мақтанып бір-біріне. 4 қатыным бар, мынандай байлығым бар деп. Бірақ жемге келгенде жаңағы айлығын талап еткенінде, ойбай менде ақша жоқ, мен кедеймін дейді. Кімді алдап тұр бұлар? Бұлар Аллахты алдай алмайды. Аллах бәрін көріп тұр, ағайындар. Тынышып отырмаңдар. Сұраңдар сұрайтындарында. Қашанғы жүре бересіңдер сүмірейіп, байларға құл болып. Намыстарың болса, ояныңдар да айтыңдар, талап етіңдер сол жерлерінің пайларының жаңа пайыздарын, 30%-дарын сұраңдар. Жұмысқа шықпаңдар, іс жерлеріңді кесіп алмайды сендер, өлтіріп тастамайды бәріңді. Әптен қорқып қалғансыңдар. Суға бергенде бұға бересіңдер жаңағы. Бастық деп жырпылдап жүгіре бермеңдер олардың. Маймыл болған сайын олар сендердің бастарыңа чат. Беттеріне айтыңдар олар. Бетіне айтқан сен бұлар қорқады. Бұлар мушриктер бұлар. Мушриктер бұлар. Жүрген кәпірлер бұлар. Бұлардың арқасында жаңа үйлерінде балдарың сәләфит болса, сондай ағыма кіріп кеткен болса, сабандар оларды. Сабандар. Тәртіпке салыңдар, сабандар таяқпен осы сәләфиттерді. Оларды улап отыр осыларды, жас балдарды. Жинап алады да, сосын құлақтарына ілет. Бірақ өздері анда кәпірлік тірлік істейді. Сосын жолдан тайдыртады ата-бабаларымыз ұстанып кеткен діннен, Абу Ханифаның жолынан. Сөйтеді бұлар. Балақтарын қысқартама, басқа қылама, әйтеуір бір жаман әрекет істейді жаңа дінге қиянат қылып. Бірақ қарамайды, өздері соны жаман жолға жаман нәрсе итеріп отырады өйстіп. Ояндар халық, балдарың болса, інілерің болса, сабандар оларды таяқпен. Аямандар бұлар сәләфтарды. Іріндері бұлар, діннің және іріндері бұлар. Мұсылман ағайындар, ояндар. Сабандар бұлар, Қызылордадағы сәләфтардың әсіресе сүмілік бұлар. Сабандар бұлар, Мараттың құлдары бұлардың бәрі. Ояндар. Жақтай бермендер ана Маратты. Марат андай жақсылық істесе ол жақсылық. Туысқандарына істеп жатыр ол. Болды, бір-екі туысқанына жарнамасы ол. Бәріне кетті. Жайылып. Олар жарнама жасайды. Бір жаңа туысқанына жақынына жақсылық істейді, үй салып. Болды.
басқа да ешқандай да жақсылығы жоқ. Ассаламу